Сәлем достар, айтоп арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз нағыз адамгершілік әрекеттер жайында айтатын боламыз. Яғни адамдардың қиын жағдайға тап болған кезде жануарларға көмекке келуге деген ниеті туралы сөз қозғаймыз. Бүгін біздің арнада адамдардың өлім аузында қалған жануарларды құтқарған 7 керемет кезі. Дайынсыздар ма? Онда шайларыңызды құя беріңіздер. Біз бастаймыз. Жылқыны құтқару. Мұндай құмды тұзаққа түскен кез келген тірі жанның одан аман шығуы екіталай. Қозғалыс жасаған сайын құм зардап шегушіні одан әрі тереңірек сорып, қысып өлтіреді. Мына бейшара жылқының жолы болмады. Дәл осындай былқылдақ құмға тап болғанын қарашы. Алда оны тек азапты өлім күтіп тұрған еді. Бірнеше күннен кейін жануар аштан өлер еді. Жақын маңында жабыса кетіп, ұстай қоятын ештеңе болмаған соң, жылқы өмір үшін күресуін тоқтатып, үмітін үзген. Біз оның адамдар көмекке келгенге дейін ол жерде қанша уақыт тұрғанын білмейміз. Бірақ оның көзіне үңілсеңіз болғаны, байғұс аттың шошынғанын, қорқынышты шаршағанын және өмірден үміт үзгенін көресіз. Не бойся. Сейчас мы тебя вытащим. Да? Вытащим тебя. Как-нибудь да вытащим. Және адамдар бұл жағдайды бей-жай қалдыра алмады. Олар жылқының астынан жіберіп, күш біріктіре, оны құм тұзақтан тартып алып шықты. Патшалық кобраны құтқару. Улы патшалық кобра өте қауіпті, бірақ адамзат тіпті оған да мейірімділік танытады. Өйткені кейде жануарды құтқару үшін оған жай ғана су беру жеткілікті. Оңтүстік үнді ауылының біріне осындай үлкен 4 метрлік жылан жорғалап келді. Ол жай ғана қауіпті емес, өмірлік қауіпті. Өйткені патшалық кобра жер бетіндегі ең үлкен улы жылан. Жергілікті тұрғындардың көмекке құтқарушыларды шақыруына тура келді. Олар жыланды тез ұстап алды, бірақ оны джунглиге қайта жібермес бұрын олар оған бір жұтым су ұсынды. Қараңызшы, ол расымен шөлдеп қалыпты. Негізінен патшалық кобралар адамдармен кездесуге құлқылы емес, бірақ 2017 жылдың жазы өте құрғақ болды. Сол себепті жылан жай ғана су іздеді. Бұл маңда құрғақшылық жиі орын алады. Сондықтан да жыландар үнемі су іздеп ауылдарға келеді. Жергілікті тұрғындар бірден оларға су ұсынады. Өйткені жыланның келгендегі жалғыз себебі осы екендігін біледі. Күшікті құтқару. Бұл оқиға негізінен ғажайып ерлік туралы емес, көбінесе адамның ақылсыздығы мен қатыгездігі туралы. Сол күні Флорида штатында өте ыстық болды. Температура деңгейі 40 градустан астам көрсеткішті көрсетті. Полиция офицері Энтони Джорджио дүкеннің жанындағы тұрақтан өтіп бара жатып, өлім аузында жатқан күшікті байқаған. Күшіктің иелері оны ыстық салонда тастап, есікті кілттеп өздері кетіп қалған. Күшік қатты әлсіреп, тіпті әрең үретін халге дейін жеткен. Энтони өз әріптестерімен кеңестескен соң бірден әрекетке көшеді. Ол күшікті әдейі қорқытады. Соның арқасында күшік орындықтың астына тығылып, сынықтардан қауіпсіз жерге орналасады. Содан кейін офицер автокөліктің терезесін сындырып, есікті ішінен ашуға мүмкіндік алады. Сол жерден кездейсоқ өтіп бара жатқан бірнеше адам бірден көмекке келіп, күшікке су беріп, денесіне мұз басады. Ал иелері көлікке оралған кезде жануарларға қатыгездік көрсеткендері үшін оларға $150 көлемінде айыппұл салынды. Айтпақшы, күшік өліп қалған жағдайда оларды қылмыстық жауапкершілікке тартар еді. Алайда күшікті анасынан айырмас үшін иелеріне қайтарып берді. Ал сіз жануарларды аман алып қалған қандай оқиғаларды білесіз? Астыда сол туралы пікір қалдырыңыз. Ал бізге ұнаған оқиғаның автордың атын келесі бір видеоларда атап өтеміз. Құлынды құтқару. Өз анасымен көпірді кесіп өтіп бара жатып, кішкентай құлын тайып, көпір арқалықтарының арасындағы саңылауларға тұрып қалады. Ол қозғалуға шамасы жоқ, ал анасы еш көмек бере алмай қасында тұр. Бірақ баласын тастап кете де алмайды. Құлын анасының көз алдында мерт болуы мүмкін еді. Бірақ қуанышқа орай, осы бейнені түсірген адам кездейсоқ сол маңнан өтіп бара жатып, құлынды көрген. Ол құлынды бірнеше сәтсіз әрекеттен соң ақыры саңылаудан алып шығып, қауіпсіз жерге көтеріп апарады, ал анасы олардың соңынан ереді. Соңында құлынның анасы баласына қиын сәтте көмек көрсеткен адамға көзін үзбей ұзақ қарады.
Үй жануарларын құтқару. Харви дауылы Техасты шарпып өтті. Бірнеше ауыл су астында қалды. Қаланың іші де топан су болып жатыр. Адамдар өз үйлерінен шыға алмай қамалып отыр. Иелері ағашқа байлап қойған иттер суға батып жатыр. Көшелермен жаяу жүру мүмкін емес. Адамдар қайықпен жүзіп жүр. Деклан атты 15 жасар жігіт осындай жағдайда шетте отырмай көмектесемін деп шешеді. Ол және оның достарынан құралған команда қайықты жабдықтап, айналаны аралап, қолдарынан келгенінше барлығына көмектесуге тырысты. Оның ішінде адамы бар, жануары бар, тіпті бүкіл отбасымен торда қамалып қалған қояндар да бар. Олардың иелері табылды ма белгісіз, бірақ бастысы балалар оларға өмір сүруге тағы бір мүмкіндік берді. Деклан мұның барлығын қолынан келген соң жасап жатыр. Ол еш қиналмастан игі іс жасай алады. Тағы бір итті құтқару. Бірде Воронежде тас төсеуіш құлап кетті. Біраз уақыт жолда өте үлкен шұңқыр пайда болып, балалар сол шұңқырға түсіп ойнайтын. Біраз уақыттан кейін жұмыскерлер келіп шұңқырды жауып тастайды. Александра, Вадим, Алена және Александр үйлеріне қайтып бара жатып иттің үргенін естиді. Бірақ бір қызығы дыбыс жердің астынан естілгендей болады. Александраның айтуынша, олар бірден жергілікті атқарушы органға барып, мән-жайды айтып, итті құтқару үшін шұңқырды қазуды сұраған. Бірақ коммуналдық қызметкерлер оларға ештеңе істей алмайтынын, өйткені жұмысты олардың жүргізбегенін айтады. Ешкімнің көмектеспейтінін түсінген соң, олар итті өздері құтқаруды шешеді. Подъездге келіп, Вадим плитканы балғамен шығарып, содан кейін құмды қолмен қаза бастайды. Олар ұзақ уақыт бойы жерді қолмен қазып, бір жұмыр тасқа тап болады, ал оның артында тесік бар екен. Сол жерден Вадим шошынған итті алып шығады. Ит осылайша жер астында 2 күн бойы қамалып отырыпты. Оны бірден тамақтандырып, құшақтап сабырға келтірді. Бірақ ит тамақтан дәм татпады. Тек өз құтқарушыларының жанынан шықпай, әрқайсысының көзіне қарап бағытына сене алмады. Келесі құтқару әрекеті құтқарушының өміріне қауіп төндірді. Бірақ оның бұл әрекеті сондай тәуекелге тұрарлық болды. Мына ит үлкен биіктіктен құдыққа құлап кеткен. Қатты соққы алған соң, ол не болып жатқанын түсінбей жатыр. Ол мұзды суда жүзуге тырысуда. Бірақ жүзіп шығатын жер жоқ. Оның үстіне күші де азайып барады. Бар тіреніші кішкентай тас, бірақ соның өзіне байғұс ит міне алмай жатыр. Құтқарушы тіктелген қабырғамен төмен түсуге мәжбүр болды. Алайда тәжірибелі жартасқа өрмелеуші аман сау төмен түсіп, итті өлімнен құтқарып қалды. Осы жағдайдан кейін иттің көзіне қарап көп нәрсені оқуға болады. Достар, осы бейнеге 10 000 лайк жинайық. Сонда мен жануарлар құтқару жайлы екінші бөлімін жасаймын. Осымен болды. Достар, егер сізге бейне ұнаса, видеомен бөлісуді сұраймын. Бұл арнаны әрі қарай дамытуға оң екпінін береді. Келесі естіскенше аман сау болайық. Әрдайым сіздермен бірге Айтобарнасы.